Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай жолмен дайындалатын кекс жасайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым, сонымен қатар өте дәмді болып, биік болып көтеріледі. Ол үшін үлкен шұңғыр ыдысқа 3 жұмыртқаны салып, венчиктің немесе миксердің көмегімен жақсылап тұрып, көпіршігенше араластырамыз. Қоспалардың мөлшерін видеоның астындағы описаниеден көре аласыздар. Келесі қантты салып, қант ерігенше жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне айран құямыз, сұйық май құямыз, оны да жақсылап араластырамыз. Ұнның жартысын қосып, үстіне 2 шай қасық қопсытқышты саламыз. Барлығын араластырамыз. Келесі ұнның қалған бөлігін қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, кекстің қамыры дәл осындай қоюлықта болуы қажет. Венчикпен араластырған кезде, венчиктан оңай ағып түсуі қажет. Келесі формамыздың астын, шеттерін барлығын жақсылап майлаймыз. Дайын болған сұйықтықты формаға құямыз. Барлығын осылай бір тегіс етеміз. Кексқа әдемілік беру үшін, керемет дәм беру үшін мен осылай үстіне сары мейізді сеуіп шықтым. Келесі 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Осылай өте керемет болып пісіп шықты. Піскен-піспегенін шпажкамен сұғып көру арқылы тексереміз. Құрғақ болса, онда піскен деген сөз. Кекс өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.